Құрметті Қаскелең газеттің тұрақты оқырмандары, көрермендері, здравствуйте, наши дорогие подписчики. Біз қазір міне өздеріңіз көріп тұрғандай аудандық әкімдік алдында отырмыз, қолымызда қаулы. Бүгінгі тікелей эфирға шығу себебіміз осы қаулы, міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, 2 тамызда шықты, яғни кеше жексенбі күні шықты. О строгих карантинных мерах на территории Алматинской области дейді. Яғни Алматы облысы бойынша қатаң карантиндік шектеу шаралары туралы қаулы кеше шыққан болатын. Біз осы қаулының кеше шыққан өзіміздің лентамызға салғанбыз. Өкінішке орай көп адамдар біздің дайректкіде, астына комментарийға да бұны фейк деді, жалған ақпарат таратып отырсыздар деп бізді кінәлауда. Біз өз тарапымыздан жалған ақпарат таратпаймыз деп айтқымыз келеді сіздерге. Біз осы құжатты бізге енді журналистер болғандықтан арнайы жаңағы баспасөз қызметі болады. Солар біздің почтамызға, арнайы группаларға жолдайды. Біз соны алып барып арқарата ақпарат таратамыз. Сондықтан бізге олай кінә тақпас бұрын кішкене анық қанығына жетіп алуларыңызды сұраймыз. Иә, халықты оған кінәлі емес. Осылай ойлауларына ешқандай оған кінә таға алмаймыз. Және оны халықты біз қолдаймыз. Себебі бұл құжат жексенбі күні шықты. Әкімдік өкілдері оны әлі жергілікті жаңағы жұмыс орындарға, қызмет өкілдеріне жеткізіп ақпаратты үлгерген жоқ. Сол себепті бүгін міне ешқандай ештеңе болмағандай, бұл қаулы шықпағандай тіршілік жалғасып жатыр. Автобустар жүріп жатыр, жазғы алаңдар істеп жатыр, барлығы кәдімгідей ешқандай шектеусіз жұмыс істеп жатыр. Қазір біз осы қаулыны сіздермен бірге осы әкімдіктің алдында отырып талқылайтын боламыз. Дорогие друзья, вот вчера мы опубликовали вот это постановление в своей ленте, и к нам поступили много вопросов и обвинений. Говорили, что это фейк, это неправда. Вот, специально мы сегодня вышли в прямой эфир перед Акиматом, потому что вот это постановление вышло вчера, 2 августа, к вечеру. И, соответственно, мы вечером вчера опубликовали это. Почему люди думают, что это фейк, это ложная информация? Потому что они еще не знают, потому что Акимат еще не успел вот эту новость распространить и документ тоже переслать, вот сказать, вот со сегодняшнего дня уже карантинные меры, ограничительные карантинные меры. Вот, теперь мы сейчас с вами будем разбирать, вот, что там написано. Как вы видите, это постановление главного санитарного врача области, то есть ее. Вот, вышла она вчера. Сейчас мы будем разбирать, что там написано. Вот, продолжить карантин в Алматинской области и строгие ограничительные меры на территории Алматинской области с 00 часов 3 августа до 00 часов 17 августа. Вот. Режим и сроки карантина могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID-19. То есть, если ситуация будет ухудшаться, то карантин продлят. А если наоборот, то карантин раньше снимут. Не бұл қайталайтын адам бар ма дейді. Енді біздің арамызға кеш қосылып жатқан адамдар болса, айта өтейін, кеше Алматы облысы бас санитарлық дәрігерінің міндетін атқарушының жаңа қаулысы шықты, ол карантин шараларын қатайту туралы. Сол қаулымен біз сіздер таныстырайын деп отырмыз. Себебі ол қаулы кеше ғана жексенбі күні 2 тамызда ғана шықты, және оны әкімдік әлі жан-жаққа таратып үлгерген жоқ. Сондықтан бүгін барлығы жұмыс істеп жатыр. Яғни енді бүгін жұмыс істеп жатқан адамдарға ешқандай шара қолданылмайды деп ойлаймыз. Себебі
ол кісілер кінәлі емес, өйткені бұл қаулы ешкімнің қолына тиген жоқ. Мен сіздерге айта кетейін, жаңа мен келе жатқан кезде осы қаулыны электронды түрде болды менің телефонымда. Мен оны осылай жаңағы басып шығару үшін арнайы канцелярияға кірдім. Ол кісі осы қаулыны жаңағы распечатка жасап тұрып, көзі шарасынан шығып кетті, себебі білмейді. Қашан деп таң қалды. Мен айтам, сіздің кінәңіз жоқ, ол кеше шыққан жексенбі күні. Жоқ, енді бұл жерде коррупция деген әңгіме жоқ, ешқандай коррупция емес. Ол білмеймін, мүмкін енді қаулыны осындай бір заңды күші бар құжаттарды шығарған кезде жексенбіге қалдырмау керек шығар. Енді оны жаңағы жергілікті билік өкілдеріне айту керек деп ойлаймыз. Енді осы қаулыны шығару үшін ешқандай парақорлық, жемқорлық көріп тұрған жоқпын. Конкретно можно? Да, конечно, можно. Сейчас вот откроем. Акимам районов и городов области, Департаменту полиции области, Управлению предпринимательства и индустриального инновационного развития Алматинской области, Атамекен область обеспечить приостановление, теперь меня услышали, приостановление деятельности. Сейчас я буду читать, чья деятельность приостанавливается. Вот объектов общественного питания, то есть рестораны, кофейные, кафе, банкетные залы, фудкорты, столовые, доноры, бары, а также летних площадок. Летники не должны работать, летники закрываются. Летних площадок на открытом воздухе, за исключением организации онлайн-заказов и доставки. Только можно заказать, теперь нельзя ходить в летники, там сидеть. По постановлению так. Это не я придумываю. Вот. Автовокзалов, осуществляющих автоперевозки пассажиров между районами и городами области, а также за пределы области, общественных транспортов внутри населенных пунктов. Значит, это означает, что маршрутки не должны ездить сегодня. Но сегодня я приехала сама на маршрутке, потому что они не знают, потому что постановление вышло вчера. Наверное, сегодня всех вас уведомят, и с завтрашнего дня вы не будете уже работать. Вот пока я шла, летники тоже работали там. Конечно, они будут работать, потому что они не знают, что такое постановление вышло. Вот это ответ тем, кто нам вчера на сторис в дайрект отвечали, что это фейковая информация, почему мы распространяем ложную информацию. Вот у нас законный документ на руках. Теперь крытых, продовольственных и всех непродовольственных рынков. Это что означает? Это означает, что все базары должны закрываться. Продовольственных и непродовольственных. Видите, значит, это оптовки, это наша жирана, все должно закрываться. Это по документу. А дальше я не знаю, это будут они закрываться, не будут, как у нас будет продолжаться вот это все. Қор болған қазақ тілім ай, қазақтар орысша сайрап, әріптер орысша жазылған заман ай. Баха ағай, мен сізге айтып өтейін, осы біз білмеймін енді не істеуіміз керек. Біз үшін барлық оқырмандарымыздың барлығы бірдей. Біз оларды бөліп жармаймыз, сен қазақсың, сен орыссың, неміссің, татарсың, басқасың деп. Біз барынша ақпарат жеткізуге тырысамыз. Сіздер көріп тұрсыздар, мен орысша да әрең сөйлеп отырмын, бірақ енді мен сіздермен ақпарат алғыларыңыз келгеннен кейін мен тілімді бұрасам да, акцентпен сөйлесем де орысша сөйлеуге міндеттімін да, өйткені сіздерге ақпарат солай беруім керек, екі тілде түсінікті болу үшін. Сіз кішкене шыдасаңыз, мен және бұны осы тікелей эфирінде басын қазақша бастағам. Қазір енді сіздерге қазақша оны түсіндірем. Бұл құжаттың қазақша нұсқасы да бар, бірақ мен шындығымды айтайын, өйткені оны мен орысшаға аудару маған қиын болғандықтан мен орысша нұсқасын шығарып алдым. Маған одан гөрі орысшадан қазақшаға аударған оңай болғандықтан. Сондықтан бұл жерде ол құжаттың тіл жағынан, басқа жағынан ешқандай кінә жоқ. Мен енді мына құжаттың өзін шын айтайын 300 теңгеге шығарып алдым. Енді мен ол қазақшасында 300 теңгеге шығарып алуға шын айтсам үнемдедім. Сондықтан мына орысша бір нұсқасын ғана шығардым. Оны сіздерге көрсету үшін, осындай заңдық құжат бар екенін көрсету үшін ғана шығарып алдым. Қазір мен сіздерге қазақша да түсіндірем оны. Кішкене шыдаңыздар. Міне, ал енді қазақша айтып өтейін. Бұл қаулыға сәйкес
кімдердің жұмысын тоқтатылсын деп жазылған. Міне, яғни қоғамдық тамақтандыру орындары, соның ішінде жазғы алаңдар да жабылсын дейді. Тек қана онлайн жеткізу ғана жұмыс істесін дейді. Осыны ескеріңіздер. Сонымен қатар автовокзалдар дейді. Жаңағы қалааралық, облысаралық жаңағы тасымалмен, жолаушы тасымалмен айналысатын автовокзалдар, мына елді мекендердің арасында жүретін қоғамдық көліктер барлығы тоқтатылсын деп жазылған қаулыда. Мен айтып отырмын, мен өзім жаңа маршрутты автобуспен келдім осы Қаскелеңге. Яғни ол кісілердің кінәсі жоқ, өйткені қаулы кешке қарата шықты. Сонымен қатар міне жазылған ашық және жабық барлық азық-түлікті емес базарлар түгел жабылсын деп жазылған. Яғни бүгіннен бастап біздің оптовкалар барлығы жұмыс істемеу керек. Алтын Орда туралы, енді Алтын Орда Алматы облысының аумағында орналасқандықтан бұл қаулы Алтын Ордаға да қатысты. Енді ол қаулының орындалуы, оны біз білмейміз. Сіз бұл сұрақты, маған емес, ол сұрақты сіз Қарасай ауданының әкіміне қоюыңыз керек. Қарасай ауданының әкімінің баспасөз қызметі бар, сол кісілерге қоюыңыз керек. Сол кісілер жауап беру керек сізге. Иә, қазақша нұсқасын алғаныңызда орыс тіліне аудару мүлдем мүмкін емес, оны өздері де мойындап отыр дейді. Жоқ, оны мен мойындап отырмын, өйткені менің орысшаға қарағанда қазақшам жақсырақ болғаннан кейін. Так, ары қарай кеттік. Торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них дейді. Яғни, Алатау, Жетіғазына, басқа да сауда үйлері жұмыс істемеу керек деп жазылған. Ол жердегі тек қана Магнум сияқты азық-түлік нүктелер ғана жұмыс істеу керек. Аптекалар, дәріханалар жұмыс істеу керек содан кейін. Қашанға дейін болады? 17 тамызға дейін болады дейді. Так, объектов культуры, в том числе музеев, театра, домов культуры и так далее дейді. Мәдени нысандар, мәдени үйлер, яғни кітапханалар барлығы жабылу керек. Театрлар дейді. Объектов фитнеса, тренажерных залов, спортивных комплексов дейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жаңағы фитнес залдар барлығы жабылу керек деп жазылған. Бань, саун, спа, массажных центров дейді. Монша, сауна, спа барлығы жабық болу керек. Парков, скверов дейді. Парктарда, саябақтар түгел жабылу керек деп жазылған. Бассейн, аквапарков, городских и общественных пляжей, горячих источников дейді. Барлығы жабылу керек. Бассейндарда жұмыс істемеу керек. Салонов красоты, парикмахерских центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуг маникюра и педикюра. Яғни, сұлулық салондары, шаштараздар түгеліге жабылу керек. Діни нысандар дейді, религиозные объекты, мечети, церкви тоже не должны работать. Образовательных центров, кружков, арт-клубов, мест детского досуга и дополнительного обучения. Яғни, жаңағы білім орталықтары барлығы. Біз түсінеміз, біз өзімізде күттік, өзіміздің де балаларымыз бар. Олар осы бүгіннен бастап, үшінен бастап жаңағы білім беру орталықтары, осы сән салондары барлығы жұмыс істей бастайды деп күткенбіз. Енді міне бізге осындай тосын сый жасап, кеше жаңа қаулы шығып отыр. Маршрутки Каскелена, значит, до Орды не едут. Маршрутки вообще не должны ездить. Жоқ, сауналарға да жұмыс жасауға рұқсат жоқ. Маршрут автобус бәрі жүріп тұр. Маршрутта автобустардың барлығы бүгін жүріп жатыр. Енді ертең қалай болатыны, оны осы қаулының қаншалықты күші мықты екеніне, оны жергілікті атқарушы органдар қалай жүзеге асырады, соған байланысты да. Мешіттердің істемей тұрғаны 4-5 ай болады.
Да, вот сегодня они ездят, потому что постановление вышло вчера, только вчера, воскресенье. Наверное, вот акиматы не успели предупредить автопарк, ресторанов, кафе, что вот с сегодняшнего дня должна закрываться, потому что воскресенье же вчера было. Аптовка ашық па білесіздер ме дейді. Енді біз бүгін әзірге ашық тұрған шығар, бірақ мына қаулыда жабылсын деп жазылған. Бірлік закрыт дейді. Вот, значит, бірлікке онда постановление жеткен. Солай, ары қарай жалғастырайық. Детских кабинетов коррекции, дошкольных организаций, детских оздоровительных пришкольных лагерей, кинотеатров, выставок, интернет, компьютерных клубов, ночных клубов, кальянных, развлекательных объектов, боулинг, лото, детских игровых площадок, батутов и другие. То есть все должно закрываться, получается. По постановлению так. Вот сейчас я прочитаю, что там. Ну, этот документ 15 листов, как вы видите. Я не буду все это вычитывать тут. Я сейчас вам прочитаю, что там написано для жителей Алматинской области. Вот. Вот. Жителям Алматинской области. Ношение защитных масок для населения обязательно. Яғни, өздеріңіз білесіздер, осы таяуда ғана заңға да қол қойылды. Қазіргі таңда маскасыз көшеде жүруге болмайды. Маскасыз жүрсеңіздер 83 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Бірақ кейіннен көпшіліктің жаңағы талқысына түсіп пікірін білдіргеннен кейін ол мәселе тағы да түзетулер енгізілді. Яғни енді балаларға маска тақпауға рұқсат берілді. Яғни ол бала деген 5 жасқа дейінгі, 5-6 жастағы балаларға дейін сондай болу керек, тақпауға рұқсат берілді. Бірақ басқа адамдардың барлығы маскамен жүру керек. Сол вот жителям Алматинской области ношение масок обязательно, потом разрешается перемещение внутри населенных пунктов с обязательным ношением маски и соблюдением социальной дистанции не менее 2 метров группами, не более 3 человек, за исключением членов одной семьи, дейді. Сол ол бұрынғыдай қалады екен. Это как прежде остается. Вот. Разрешается индивидуальная тренировка на открытом воздухе. Разрешается. Яғни ашық аспан астында жеке тұлғаларға спортпен айналысуға рұқсат берілген. В закрытых помещениях и на улице, в том числе торговых объектах, общественных местах, остановках общественного транспорта и других местах массового скопления соблюдать социальную дистанцию не менее 2 метров друг от друга. На қай жерге барсаңыздар да, жаңағы почта алдында кезекке тұрсаңыздар да, банк алдында кезекке тұрсаңыздар да 2 метр ара қашықтық сақтау керек деп айтылады. Ол бұған дейін де айтылған, бірақ ол қашықтықты сақтап жүрген адам енді кем деуге болады. Жігіттер, сақ болыңыздар. Машиналарыңда ашық қалдырмаңдар. Кеше іргеліден машинаға угон болды, убийство болған дейді. Я, сақ болған дұрыс. Я, сонда бұл только облысқа шыққан қаулы ма дейді. Я, бұл Алматы облысы бойынша шығарылған қаулы. Алматы қаласы ол облыстың аумағына кірмейді ғой. Сондықтан олар өздеріне бөлек шығарады. Даже на улице в масках, конечно, если вы еще не слышали и не читали, то по Казахстану уже вышел такой закон, что должны все ходить на улице в масках. Если вы будете ходить без маски, так полицейские могут вас остановить, имеют на это право и наложить на вас штраф 83 тысячи тенге. Маршрутки будут ездить до Сайрана. Маршрутки вообще не должны ездить. Вот я сейчас, вы, наверное, позже подключились, я прочитала ранее, что тут есть приостановление деятельности автовокзалов. Да, сегодня пока ездят. Уже спим в масках, это точно. Базар ашық па бүгін. Базарда енді мен әлі базар жаққа жеткен жоқпын. Мүмкін бүгін ашық шығар, бірақ қаулыда бүгіннен бастап жабылсын деген.
Вот. Ограничивается передвижение граждан старше 65 лет дейді. Вот. 65 жастан жоғары адамдарға көшеде жүруге әлі де тыйым салынып тұр. Себебі жаңағы ол кісілердің осы вируспен сырқаттанып қалу мүмкіндігі жоғары екен. От зоны. Про зонов там не написано, значит зоны работают. Зоны работают, если не знаете, то зона работает сейчас с 10 до 15:00. Или с 9, или с 10, точно не знаю, но до 15:00. А суббота, воскресенье у них выходной. В ЦОН вы можете попасть только по броне. Значит, то есть вам надо заранее бронировать. Если один идет и маска на подбородке оштрафуют, трудный вопрос. Может тогда, не 83, а 42 500. Шутка, конечно. Выделяют 42 500, и то не всем, а штраф 80. Не 80, а 83. Интересная цифра, да, получается?